Кесіндінің ұзындығын қалай табуға болады? Сызғышты аламыз. Кесіндінің басына сызғыштың 0 цифрын сәйкестендіріп қоямыз. Кесіндінің екінші шеті көрсетіп тұрған сан кесіндінің ұзындығын білдіреді. Бірінші кесіндінің ұзындығы 4 сантиметр. Бұл үш бұрыш. Үш бұрыштың үш қабырғасы бар. Бірінші қабырғасының ұзындығы 3 сантиметр. Екіншісі 4 сантиметр. Үшіншісі 2 сантиметр. Бұл квадрат. Шаршы. Бұл барлық қабырғалары тең 4 бұрыш. Тік 4 бұрыш. Қарама-қарсы қабырғалары тең 4 бұрыш. Тік 4 бұрыштың ұзындығы 5 сантиметр, ені 3 сантиметрге тең.